Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз духовкада пісетін өте жұмсақ, өте дәмді қатлама дайындайтын боламыз. 300 мл жылы суға 1 қасық ашытқы мен тұзды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Кішкене сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға аздап жабысады, бірақ ештеңе етпейді. Бұл қамырдың бір ерекшелігі, ашытып күтіп отырмаймыз, яғни 15 минутқа тұндырып қоямыз да қатламаны дайындай береміз. Салмасына аскөк пен пияз пайдаландым. Аскөкті пайдаланбасаңыздар да болады. Егер сіздер ұнатсаңыздар, көбірек қоссаңыздар да болады. Мен аскөкті аз мөлшерде пайдаландым. Тұз бен бұрыш қосып, араластырып қоямыз. 5 минуттан соң қамырымызды тағы да бір бастырып қоямыз да 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей достар, 15 минуттан соң біз қамырымызды екіге бөліп, қамыр жая бастаймыз. Осы рецепт бойынша дайындалған қамырымнан 2 қатлама шықты. Қамырға ұнды себе отырып, жұмсақ қамыр жаятын боламыз. Одан соң сары майды ертіп, қамырымызға жағып, арасына салманы салатын боламыз. Салманы жайып болғаннан кейін қамырды ортасынан екіге бөлеміз. Екіге бөлмесеңіздер де болады, екіге бөлмесеңіздер жуан болып шығуы мүмкін. Сондықтан да мен екіге бөліп жіңішке етіп орадым. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Оралған қамырымызды табамызға салып, оның үстінен қолымызбен басып, одан соң жұмыртқаның сарысын жағып, әсер пеште, яғни әркімнің өзінің пештерінде жарты сағатқа пісіріп алса болады. Қатламамыз дайын болған кезде ыстық күйінде бірден желініп қалады. Өйткені қатламамыз өте дәмді болып, қатпарлы болып шығады. Бетіне кунжут септім. Кунжут маңызды емес, сеппесеңіздер де болады. Мінекей достар, біздің өте жұмсақ, өте қатпарлы, дәмді қатламамыз дайын болды. Ас болсын.